Аю мен маса. Алпамсадай аю жұдырықтай қоянды ұстап алып, ешбір жазықсыз құлағынан тартып қинайды. Тіпті бір құлағынан бұрап, жұлып тастай жаздайды. Қоян қатты қапаланады. Құлақ жазылар көздің жасы құрғырау, бірақ кегім тарқамас. Не үшін қорлық көрдім? Маймақ аяққа кездесіп қалсам құрымын ғой. Оған жұлғыза беруге құлағым шыдай ма? Аю осы ормандағы аңдардың ең күштісі. Мұңымды кімге барып шағармын? Қасқыр мен түлкі де оның араларынан құл өтпейтін сыбайлас достары, енді кімнен қорғаныш табармын деп жылайды ол. Сол уақытта қалың қамыс ішінен маған қорғала деген бір жіңішке дауыс шіңк ете түседі. Қоян сол көзінің қиығын тастап еді, мас екен. Сен қандай қорғаныш бола аласың? Ол аю, сен шіркейсің. Аюға не істей алмақсың сен? Сенде қаншалық күш бар, байғұс-ау, дейді қоян. Мен оған ұйқы бермеуге жараймын, дейді маса. Ыстық орман ішінде аю жан қоярға жер таппайды, әбден қалжыраған соң бүлдірген жапырағының үстіне жатып дем алмақшы болады. Көзін жұмғаны сол еді. Нақ құлағының үстінен зың деген дыбыс естіледі. Аю масаның даусы екенін тани кетеді. Масаның мұрнына келіп қонатын мезетін күтіп әзірленіп жатады. Маса айнала ұшып жүреді, аюдың тұмсығына келіп қонады. Маймақ аяқ ойланып жатпайды, бар күшін салып сол жақ табанымен мұрнын ұрып кеп қалады. Аюдың тұмсығына қонудың немен тынатынын маса қайдан білсін? Аю оң жағына аунап түсіп, көзін жұмып, есіней беріп еді, тағы да құлағының тұсынан зың деген дауыс естіледі. Маса сірә аюдың табанынан құтылып кеткен болу керек. Енді қай жеріме қонар екен ол деп ұйықтаған болып қозғалмай тыңдап жатады аю. Маймақ аюдың маңында ызыңдап жүріп, маса бір мезетте тым-тырыс бола қалады. Ұшып кетті, ой деймін, қарғыс атқан деп күрсінеді аю. Маса бұл кезде құлағының түбіне ептеп қана кіреді де шым еткізіп шағы болады. Аю орнынан секіріп тұрады. Шырқ айналып, оң табанымен құлағын салып кеп қалғанда өзінің оты жарқ ете түседі. Маса енді аюды шағуды мүлде жадынан шығарар. Қисаяқ құлағын бір сипақ қойып, жайланыңқырап жатады. Енді ұйықтауға болады. Көзін жұма берген сол-ақ еді, бас жағынан тағы да баяғы ызың естіледі. Бұл не деген беймаз еді, неткен жаны берік шіркей. Аю жерге бір түкіретті, маса маза бермеген жерден кетіп қалады. Маймақ аю бүкіл орманды кезіп, бұта-бұтаның арасынан жүріп келеді. Ұйқысы келгендіктен аузын арандай ашып есінейді, алмаса соңынан қалар емес. Зың. Аю жүгіре жөнеледі, жүгіре әлі құрып бір бұтаның төбіне келіп құлайды. Дем алып жатып тыңдайды. Маса қайда? Орман іші жым-жырт. Көзге түртсе көрінбес қараңғы. Өңіректегі күллі аңдар мен құстар баяғыда шырт ұйқыға кірген. Жалғыз аю ғана ұйықтай алмай әбігерленіп жүреді. Міне пәле, бұл жаман масаның мені осыншалық әурелегенін көрдің бе? Осы мен кәдімгі аюмын ба, жоқ па? Тіпті одан қашып құтылғаныма да мыңға шүкіршілік, енді рахаттанып ұйықтайтын шығармын, дейді аю. Аю жаңғақ ағашының түбіне барып орналасады, көзін жұмады да қалып кетеді. Ол түс көре бастайды. Түсінде орман ішінен араның ұясын тауып алыпты. Онда бал тіпті көп екен. Ол ұяға аяғын сала бергенде екен еді. Зың деген дауыс тағы естіледі. Маса аюды тағы да қуып жетіп, оятып жібереді. Маймақ аю отырып алып, ызаланып пыңқылдай бастайды. Алмаса тас қараңғыда оны айналып, біресе қатты, біресе жай ызыңдай береді. Ызылдап маса жым-жырт бола қалады. Аю тыңдап тұрып, жаңғақ ағашының түбіне жасырына түседі де көзін жұмып қалып кетеді. Бойда жылына бастаған сол еді, маса тағы да ызың ете қалады. Маймақ аю бұтаның түбінен шығады да жылап қоя береді. Соңымнан қалмай қойдау, қарғыс атқан тұра тұр бәлем. Таң атқанға дейін кірпік ілмей отырсам да сенің көзіңді жоярмын. Маса күн шыққанша аюға ұйқы бермейді. Әбден қалжыратып есін кетіреді. Таң атқанша аю көз шырымын алмайды.
Өзін өзі соққылап бар денесін көгертеді, бірақ масаны жеңе алмайды. Күн шығады. Ормандағы аңдар мен құстар әбден ұйқысы қанып оянады, ән шырқап шаттансады. Жаңа күнді тек аю ғана көңілсіз қарсы алады. Орман ішінде оған қоян кездеседі. Үсті басы ұйқы-тұйқы, жүні ұйпалақ-ұйпалақ болған аю аяғын зорға басып, сенделіп келеді, көзін аша алмайды, құлағынан масаның ызың кетпейді. Маймақ аюды тәлкектеп қоян әбден мәз болады. «Әй, маса, жарайсың маса» деп көзінен жас аққанша күледі. Кімді айтса сол келер дегендей, манағы таныс маса тап бола кетеді. «Аюды көрдің бе?» «Көрдім, көрдім». Қоян күлкіден ішін басып тұр. «Сен қалай жеңдің оны?» Біз жалғыз емеспіз ғой» дейді маса. «Біз сендердей жалғыз жүрмейміз, және қорқақ та емеспіз». Қоян бір бұтаның түбінде жалғыз шоқиып отырып қалады. Ал маса аюдың артынан ызыңдап ұша жөнеледі.